Өмір сүрудің мағынасы. Мен өмірдегі бағыт-бағдарды айқындайтын дүниетаным екеніне шүбәсіз сенемін. Және ғұмырдың бір сатылық кезеңінен екіншісіне өту барысында жажымызды түсіну аса маңызды. Өмірдің осындай байыпты бұрылыстары мен қым-қуыт қиылыстарында өмірдің мән мағынасы мен құндылықтарын ұға білудің өзі шешуші рөл атқарады. Енді ең ауқымды мәселелердің бірі өмірдің мән мағынасын зерделеп көрейік. Әсіресе егде жаста осы мәселеге қайта оралып отырған артық болмайды. Жұрттың көбі мына өмірдің мәні неде деп сауалға толыққанды жауап бере ала ма? Ал сіз оған қандай жауап қатар едіңіз? Бұл деген өмір сүрудің стратегиясы, жолы әрі өзегі ғой. Сол өзегі бар кезде өмір жалғаса береді. Жоқ болса, адам кез келген сәтте бақиға кете салады. Әр адам өз өмірінің мәнін ұғынуы қажет. Әйтпесе ол шақшадай басын шарадай қылып, тауға да, тасқа да соғатын, құр сергелденге түсетін, немесе тығырыққа тірі жол түсіп, бекерге жігерін құм ететін тірлікке айналуы мүмкін. Көбіне солай болып та жүр. Бұл ну орманның ішінде тайға жынысында адасқан адамның басындағы ахуал сияқты. Бір нұсқасында ол әрі-бері сенделіп, әл дәрмені құрып аштан өледі. Екінші нұсқасында ол жол тауып, аман шығарына үміт артпай, күрке тұрғызып, жеміс-жидектерін теріп, талғажау етер тамыр жинауға кіріседі де, алғашқы қауымдық тірлік деңгейіне ауса салады. Дұрыс жолды тек ай мен күнді және жұлдыздарды барлай қарап, өз соқпағын ілкіммен іздеген, өзінің мүмкіндігіне, қабілет қарымына қалтқысыз сеніп, жөнімен пайдалана білген адам ғана табады. Тек солай жасағанда ғана үйге оралуға болады. Үйге, өзіне, өзінің табиғи болмасына, жаратушы иесі құзырына оралудан тұрады. Мына өмірдің мән мағынасы, үйге қайту үндеуін бақиғаттану ретінде түсініп қалмаңыздар. Керісінше мен пәнидегі жер бетіндегі мәңгілік өмірге шақырамын. Бұл үшін өз болмысыңыздың мәңгісін, еркіндікті, махаббатты, жасампаздықты, даналықты, қуанышты, бақытты айқара ашып тастаңыз. Яғни өз жаратылысыңызды жарқырата көрсетіп, мына өмірде кәдеге асырыңыз. Бұл өзіне келу және үйге қайту деген мағынаны білдіреді. Егер өмірдің мән мағынасы бұрын ертерек айқындалмаса, ол жөнінде кемел шақта ойлаған ерекше маңызды. Бұл әлгінде айтқанымыздай, кемелдікке жетудің қажетті шарты. Жастық шақта жұрт сияқты тірлік етіп, тобыр ішінде ешқандай мән мағынасыз өңмеңдей кіргенімен, жасы егде тартқан шақта адамдар жұрт сияқты өлгісі келмей, ғұмыр жолын барынша ұзартуға тырысады. Өмірдің мәні туралы ойлана келе, онша көңіл көншітпейтін нәрселерді көріп, мұндай тірліктің түпкі себептерін түсінуге және өмірдің мән мағынасы мен өзін өзгертуге болады. Уақыт әдетте сол үшін беріледі. Бұл ретте екінші кемелдікке өтудің нақты мүмкіндігі пайда болады. Міне сондықтан да мен өмірдің мән мағынасы туралы мәселені тереңірек қарастыруды ұсынамын. Шындығында әрбір адам өмірдің мәніне ие болады, ал оның өмір сүру қалыбынан көрінеді. Адамның өмірі дегеніміз оның мәнін жүзеге асыру. Мәні қандай болса, өмірдің сипаты да сондай болады. Тек көбіне менің соған сәйкес өмірдің сипаты да онша болмайды. Адамның мұндай тірлікке ылғи көңілі толмай, назаланып жүреді. Ал бұған кім кінәлі? Сондай мән, мағына тартқан өзі ғой. Жұрттың біразы өмірдің мәніне жеңілтектеу қарап, өмірдің өзін де жеңіл-желпі бағамдауға бейім тұрады. Мен өмір жолымен жеңіл жүріп өту деген сөзбен шатыстырып алмаңыздар. Ол мүлдем басқа ахуал. Көбінесе өмірдің мәнін тірліктің жекелеген салаларынан, жұмыстан, ғылымнан, әлдебір шығармашылық арнасынан, отбасынан, балалар қамын, руханилыққа ұмтылудан, адамдарға қызмет қылудан, Құдай тағалаға құлшылық етуден табады. Бірақ өмірдің мәнін осылайша тар өрісті, шектеулі өреде түсіну ауқымды проблемаларға жолықтырады. Мысалы, өмірдің мәні балалары болып саналған әйел өткен
тауарлардан көргеніміздей өзінің және балалардың тағдырын талқан қылып тынады. Иә, сондай әйел балаларына басымен байланып, өзін өзі жазалайды. Ал олар әдетте мұндай шырышты шешеден ат тондарын ала қашады. Сөйтіп дұрыс айқындалмаған өмір мәні бүкіл тірлігін әрі-сәрі қылып, өзіне де, балаларына да, қоғамға да ауыртпалық алып келеді. Өмірдің мәні қандайда бір нақты таяу тұрған мақсатпен шатыстыруға болмайды. Себебі біз мақсатымызға жете тұра кез келген уақытты бағдарламамызды жоғалтып алар едік. Мысалы, талай адамға өмірдің мән мағынасы жұғысты болып табылады. Сондықтан одан айырылып қалған немесе зейнетке шыққан кезде ол өмірдің мәнін жоғалтып, ешкімге керексіз сияқты дағдарып қалады. Содан соң психикалық күйзеліске түсіп, тіпті мезгілсіз қайтыс болады. Тек материалдық қана емес, сондай-ақ рухани асқақ мақсаттарда да өмірдің мәні болуға тиіс емес. Қазіргі кезде жұрттың көбі Құдайға құлшылық етіп ғибадат қылудан мән іздейді, бірақ бұл өзінің мәнін толық дәрежеде ашуға мүмкіндік бере алмайды. Ал дінге біржола берілген адамдар бәрінен жанына жұбаныш таппай, қу жанын қинай береді. Олардың балалары да қиналады. Өмірдің мәнінде өмірдің өзі толыққанды қатысуы керек. Өмірдің толыққанды болуына оның құрамдас бөліктерінің бәрі түгелдей атсалысып, солардың ортасында сүйіспеншілік тудырып, бақытын қолдап жасауға мүдделі адам тұруы қажет. Өмірдің мәні өмірден ләззат алу барысында негізгі адами тілектер аясына да қатысады, бірақ бұл жерде жаңсақтыққа жол бермеу керек. Ләззатқа ұмтыла отырып, өмірді жайлы қылуға, бірақ басты нәрсе осы ма? Егер ләззат өмірдің мәнісіне айналса, адам өз нәпсісінің құлы болып шыға келеді. Ләззат алып, рахатқа бөлену дегеніміз, ол өмірдің мәнін кәделеудің, яғни өзіңді жарқырата ашудың құралы тәсілі ғана. Әлде бір азап шегіп бейнет көру тәсілін таңдап алады. Ол өзінің ерік таңдауы ғой. Дегенмен де менің ойымша ләззат алып қуанышқа кенелу жолымен жүрген әлдеқайда қызықтырақ. Маған жан дүниені дамытудың нақ осы жолы ұнайды. Біздің жасымыздың өзі бағдар ұстап бет түзейтін және өмірге бақуатты мән мағына дарытатын нәрсе. Өмірдің мәнін бастан өтудің, яғни өз тірлігіңмен жасаудың, тағдыр таланыңмен таңдап алған ғұмырлық жолыңның дұрыстығын дәлелдеудің тура жолыңды сала білуің керек. Иә, осылайша мән мағынасы бар өмірдің өзіндік тәсілін орнықтырған жөн. Өзіндік әрі ақиқатқа бір табан жақын тәсілдің дұрыстығына өзің ғана түгелдей жауапты боласың. Бәлкім адами болмыстың басты мұраты да осы. Мән мағына дарыту жол шығар. Өмірдің мән мағынасы ешкімге берілмеген. Ешкім әкеліп бермейді де. Егер бар болғанын қаласаңыз, оны іздеп табуыңыз, орнықтырып, дәлелдей білуіңіз керек. Өмірге сүйіспеншіліктің жоғарғы сатысы өмірдің өзін сүйе білу. Сол арқылы біз өзімізді ажалсыздыққа лайық адам ретінде бекітеміз. Өмірдің мән мағынасын іздеу дегеніміз ажалсыздықты, мәңгі бақилықты іздеу.